Әрбір халық өзінің милли киімлеріменен ажыралып тұрады. Олардың киімлеріне қарап, қайсысы қандай халықтан екенін білуге болады. Сондай-ақ біздің Қарақалпақ халқы да өзіне тән өзгешелігіне ие. Осы киімдерге қарап, олардың қайсы миллет екенін білуге болады. Міне, осы көзқарастан алсақ, біздің Қарақалпақ халқы да өзіне тән өзгешелікке ие киімлеріменен белгілі. Әсіресе бұл қыз келіншектеріміздің киімдерінде жүзде анық көрінген. Бұл киімдерді әркім өзінің материалдық жағдайына қарап киетұғын болған. Мәселен, бардамлы жердің қызларының киімдері көп болып, бір қатарлы, екі қатарлы киім, үш қатарлы киімлі деген сөздер жүрген халықтың арасында. Қарақалпақ аял-қызларының той мереке киімлері гөзалықтың тымсалы десек қателеспейміз. Себебі бұндай киімдер әрбір қыздың қол таңбасын, шеберлігін, әдеп икрамлығын көрсететұғын дәрежеде шеберлікпенен кестеленген. Көк көйлек той киімлерінің ең сыйлысы һәм қадірлісі болып, оны киюді арман етпеген қыздың өзі болмаған. Бұл көйлектің нағыслары оға да құрамалы һәм үлкен мәніске ие болған. Көк реңінің өзі аспан реңі болып, тіршіліктің негізі деген мәністі береді. Ал алдына салынған шақалары әр тәрепке созылған ірі дарақ тұлғасы ананың өмірдің текаршысы дегенді аңлатады. Көк көйлектен кейінгі киім бұл қызыл кимешек деп аталады. Қызыл кимешек бұл нақыслары оға да құрамалы болып, үш бөлектен тұрады. Бұл қызыл кимешек алды, қызыл кимешек орта һәм қызыл кимешек құйрықшасы болып үш бөлімнен тұрады. Оның қызыл кимешек алды сондай шеберлікпенен кестеленіп, бұндағы нағыслар әр түрлі заморфлы һәм өсімлік тәрізлі нағыслардан болып шеберлікпенен кестеленген. Қызыл кимешекті қызларымыз жүдә ертеден тігіп басылаған, яғни 6 һәм 7 жасынан басылап тігіп басылайды. Сондықтан халықтың арасында сондай сөз бар: 6 жастан басласаң асырарсың, 7 жастан басласаң жеткерерсің деген халқымыздағы сөз бекарға айтылмаған. Ал қызыл кимешектің жиегіне келген уақытта ол қыздың сол тұрмысқа дерлік таяр болғанынан дерек береді. Көк көйлек һәм қызыл кимешектен кейінгі 5 киімнің бірі бұл қызыл жіпек жегде болып есептелінеді. Жегде қызыл сызықлы жіпек тауардан қадімгі жөн пішу ұсылы менен тігіліп, етек бетіне шабу қойылады. Жегденің екі жеңі ұзын, енсіз етіп тігіліп, арқасынан тасланып, ұшылары қосылып байланады. Жағасынан басылап, етегі, шалғайы ұлума жегде толығы менен жіпек сабақпенен жекленеді. Жағаның екі тәрепіне алды бетіне жырмыш қойылып, оған попеклі жегде бау тағылады. Ұсы баудан ұсылап, келіншек бетін сәл жауып, нәзерін баске қаратып, үлкен кішіге хүрмет көрсетеді. Қарақалпақ қыз келіншеклері пәренже жамылмай тек қана жегденің оң тәрепін бетіне тартып, жүзін тасалаған. Жіпек жегде иінге тартылып киілмейді, тек қана басқа жамылады. Соның үшін оның жеңі арқасына таслап қойылады. Жоғарыда сөз етілген той киімдер қатарына бас ораулар да кіреді. Бұнда қызларымыз сол моделі, айдынлы, жұпқа, өрепеклерді сол наурызларда, тойларда басларына ораған һәмде жамылған. Бұндай бас ораулар 4,5-5 метр болады, ені 45-50 сантиметрден тұрады. Екі шетінде шашағы болады. Басқа орағанда бір қабат айдынлы, бір қабат түрме араластырып оралады. Моделі дегеніміз онша ұзын емес, реңлі жіпек кезлеме болып, оны басқа да орайды, кейде белге де буады.